Шетелдік теологиялық оқу орындарында оқудың кері әсері, қаупі қандай? Біріншіден, әр елдің діни мектебі мен ұстанымы әртүрлі. Егер де студент басқа елдің діни бағытын оқып біліп, кейін өз еліне келген кезде, өз елінің діни дәстүрі мен құндылықтарына бейімдеуде қиындыққа тап болуы әбден мүмкін екен. Екіншіден, кейбір шетелдік оқу орындарының білім беру бағдарламалары академиялық және де ғылыми негізге сәйкес болмаған себепті білім алып жатырған студент бір жақты ұстанымда қалу мүмкін, яғни сыни көзқараста емес, бәлки бір жақты ғана ұстанымда қалуы бұл студенттің алдағы уақытта өз еліне келген кездегі сыни көзқарасты қабылдамаудан қаупі бар. Ал үшіншіден, шетелдік теологиялық оқу орындарында оқып жатқан студенттің ұзақ уақыт сырт мемлекетте жүруі өз еліндегі әлеуметтік және де мәдени ортасынан алыстауына әбден мүмкін екен. Ал дінді қоғамның нақты жағдайынан бөлек түсіну түрлі түсінбеушілікке әкелуі мүмкін.